келдіңдер. Бүгінгі семинарға қош келдіңдер. Бүгінгі семинарда сіз болып, біз болып, көп болмаса да күнделікті тақырыптарында қолданылатын құндылықтарды алады деп ойлаймын. Өзімізде бар іс-тәжірибемізбен бөлісеміз. Сендерде қандай іс-тәжірибелеріңіз бар? Онымен бөлісетін бар бүгінде. Жалпы бүгінгі тақырып барысында бүгінгі өтетін жалпы тақырып білім мен тәрбие беруде оқушы бойына ұлттық құндылықтар жүйесін қалыптастыру. Енді бұл біз әрбір тақырыбымызды, өткен сабағымызда күнделікті өмірмен байланыстыра отырып, соны құндылықтармен байланыстыра отырсақ, онда оқушы мұны жай әрі жақсы қабылдайды. Және оның ұзақ бұл бізден алған сабақтары ертеңгі күні өмірде қолдануға септігін тигізеді. Біз өткен оқу жылында биыл орталығының мұғалімдерімен тығыз байланысқа болып, осы құндылықтар жөнінде бір жыл бойы іс-тәжірибе алмастық. Жалпы енді құндылық дегенімізге сендер қалай түсінесіңдер? Қалай түсінесіңдер? Құндылық дегеніміздің өзі не болуы мүмкін? Қандай ойларыңызды айта аласыңдар? Құндылық. Әркімнің өзінің ішкі құндылығы болады. Қандай құндылықтары болуы? Қалай ойлайсыңдар? Әркімнің өзінің құндылықтары, жеке басының құндылықтары қалай? Үшінші болуы. Қалай? Осы бірге тірі ағза, соның ішінде адам болып келудің өзі құндылық. Сана сезіміз, жоғары дәрежеде дамыған тіршілік иесіміз. Біз сәлемдесуіміздің өзі үлкен құндылық. Жалпы олай болатын болса, құрметті әріптестер, сендер іштей өздеріңізге баға бересіңдер. Мысалы, мен білімді, білікті, қарапайым, парасатты, сыпайы адам. Бұл өзі сендерге деген құндылықтарыңыз. Бұл өздеріңіздің негізгі құндылықтарыңыз. Сонымен бірге сендер ата-анаңызға деген құрмет, отбасыңызға деген құрмет, мына сендердің тұрып жатқан үйіңізге құрмет, бала-шағаңызға құрмет, сыртқы ортаның табиғатына деген махаббаттарыңыз. Міне бұның барлығы негізгі құндылықтар болып есептеледі. Біздің атадан балаға мирас қалдырған сөзінің өзі, атадан балаға мирас қалдырған әрбір нәрсесінің өзі қазіргі таңда біздерге негізгі құндылықтарымыз болып есептеледі. Ананың негізгі құндылығы ол оның баласы. Себебі әрбір ана тек қана адам емес, барлық тірі жан-жануар ол өзінің баласы үшін, ұрпағы үшін өмір сүреді. Сол ұрпақты қорғаштайды, соны мәртебелеп өсіреді. Соның үшін өзінің жанын беруге дайын тұрады. Міне бұл негізгі құндылықтардың бірі болып есептеледі. Жалпы алғанда құндылық бұл әрбір адамның сыртқы ортаға деген махаббаты. Бұның барлығы құндылық. Сонымен бірге атадан балаға мирас болып келе жатқан біздің әрбір ұлттың өзінің тілі болады, өзінің діні болады. Оның салт дәстүрі болады. Және әдебиеті болады, өнері болады. Міне осының барлығы біздің негізгі құндылықтарымыз болып есептеледі. Енді біз биология сабағында осы құндылықтарды негізге ала отырып, әрбір тақырыпты баланың санасына жеткізе білсек, онда біздің сабағымыз анағұрлым дәрежеде жеңіл әрі ол баланың келешек өмірде сол тақырыпты қолдануына мүмкіндік туады.
Жақсы. Мына суретке не жөнінде сурет, кім қалай ойлайды? Қалай мән бересіңдер, не деген? Ол қандай қай тақырып? Транспирация. Жақсы. Ал сендер қалай ойлайсыңдар, осы транспирация деген тақырыпты сендер қалай балаға жеткізе алар едіңдер? Кім қалай өзінің ойын айтып бере алады? Транспирация тақырыбында сендер қалай өте алар едіңдер осы тақырыпта? Қандай құндылықтарды енгізуге болады осы тақырып барысында? Кім қалай дейсіз? Мен мына тақырыпты өткенде мынандай құндылықтарды енгізер едім деп айтуға бола ма? Баланың ата-анасына деген махаббатын оятуымыз керек. Бірінші. Баланың сыртқы ортаға деген, біздің қоршаған ортаға деген махаббатымызды ояту керек. Сөйте отырып, сыртқы ортаменен күнделікті өтіп жүрген тақырыбымыздың арасында байланыс болу керек. Сонда бала мұны ертең өзінің өмірінде қолданады. Қалай ойлайсыздар? Кім қалай? Жақсы, ондай болатын болса, мен өз тәжірибемде бұл тақырыпты өткен мезгілінде балалар транспирация дегеніміз бұл булану, өсімдік денесіндегі судың булану процесі. Ал енді бұны қазақшалап айтса, қазақ тілінде айтса, бұл терлеу деген оны. Терлеу менен транспирацияның арасында ешқандай мысалы. Балалар көз алдарыңызға елестетіңдерші. Саратанның ысысы. Әкелеріңіз түскі асқа кешігіп келді. Сендер не істейсіңдер? Балалар еді, біреу қолына су құятын. Аға, мен төсек жаямын деді, дастархан дайындаймын деді, сонда кішкентай қыз балалар еді. Аға деді, папамызға шай беріңіз деді. Өте дұрыс. Себебі біздің қазақта салт дәстүрімізде бірінші кез келген адамға, немесе кез келген үйдің мүшесіне бірінші ретте шай берді. Енді балалар қалай қарайсыңдар? Енді сендер осы жерде папа әкелеріңіздің мимикасына көз жүгірттіңдер ме деген сұрақ? Сендердің шайларыңды ішті деген не болды? Папамыз терледі. Терледі. Енді қараңдар. Бұл жерде папаңыздың мимикасында, әкеңіздің мимикасында қандай өзгеріс болды? Сонда балалар айтады. Ағай деді, әкеңіз шай ішкенше оның көңіл күйі болған онша. Мимикасында да ондай көп бір не болған жоқ, шаршау, жабырқау мінездерін байқадық. Ал шай ішкеннен кейін қалай болды? Бұл кезде әкеміздің беті нұрланып, бізге мейірімменен қарап, сондай өзгерістер болды. Демек, енді бұл екі арада қандай өзгеріс? Демек, транспирация бұл өсімдіктерде суды булану процесі. Ал шай ішу, терлеу бұл адам ағзасындағы судың алынмасы болды. Ағзадағы зиянды заттардың барлығы неменен шығып отыр? Тер арқасынан шығып отыр. Екіншіден адамның ағзасы не болды? Салқындады. Демек, олай болатын болса, өсімдіктер де транспирация суды не үшін буландырады? Бұл бірінші саратанның ысысында денесін салқындату үшін. Екінші денесіндегі бөгде заттарды жою үшін. Тағы осы жерде бір нәрсе болады. Терминологиялық сөздер бар. Плазмолиз, диплазмолиз деген процесс. Балдар, плазмолиз бен диплазмолизге қалай қарайсыңдар? Сендер қалай түсінесіңдер дегенде? Балдар бұл жерде ойланып қалады. Себебі бұл терминдік сөз бұл келді. Олай болса, балдар былай қараңдар. Сендер жаңа әкеңізге шай бердіңдер. Шай берген мезгілде сендердің шай ішкенге дейін мимикасы қалай болды? Шай ішкеннен кейін мимикасы қалай болды? Енді ол жерде кейбір жағдайда балалар біз күткеннен де жоғары өзінің ойлау дәрежесін жеткізе алады. Ондай балдар бар şimdi. Сонда балдар айтады. Шай ішкенге дейін әкеміздің бет әлпеті шамалы, жиырғап, шамалы ондай көңіл күйі нашар болды. Ал шай ішіп болғаннан кейін бұл жайдары, көңіл күйі, беті нұрланды дейді. Демек, ана сыныпта тұрған гүлдер бар.
сол гүлдерге сендер уақытында су құймасаңыз, олардың жапырақтары қалай болады десең? Бүршік. Ал су құйғаннан кейін қалай болады десең? Ол жапырағы жайылады. Міне, плазмолиз, деплазмолиз. Плазмолиз бұл сусыздану, деплазмолиз соның қайтадан қалпына келу деп мен осы тақырыпты осылай түсіндіре болған шәкірттеріме. Бірақ те ол балаларды көпке дейін есіне шықпайды балалардың. Жақсы. Келесі тақырыпта мынау қандай тақырып болды? Генетика бұл өте қызықты кең тақырып. Ал сендер осы тақырыпты өткен мезгіліңізде қалай бастар едіңіз сабақты? Кім қалай айта алады? Бұл қандай құндылықтар бар? Осы генетика саласына енгізетін бізде қазақта мақтан тұтатындар. Бүкіл қазақты бүкіл әлемге әйгілі қылған қандай бір тарихи біздің әке шешемізде аталарымыздан қалған оқиғалар нелер бар, сөздер бар, асыл мұралар бар. Нағыл дейміз. Не айта алады бұл жерде? Дұрыс айтасыңдар. Жалпы мен бұл тақырыпты, менің өз іс тәжірибемде бұл тақырыпты бастаған кезімде балалар, генетика бұл тұқым қуалаушылықты және өзгергіштікті зерттейтін ғылым. Енді бұл ғылымға 1900 жыл берді. Жалпы ресми түрде оның жарылуы 1913 жыл болды. Ал біздің қазақта генетиканың негізі қашан қаланды? 15-ші ғасырда қаланды. Негізі біздің қазақта генетиканың негізі 15-ші ғасырда бейресми түрде қабылданды. Бейресми түрде. Ол қалай дейді? Сол кезде, мысалы, өте бойдақ тілеуқабыл деген бізде жалпы емші Шипагер болған ертеде 15-ші ғасырда өмір сүрген ол кезде. Жәңгір ханның жиренше деп аталатын уәзірі болған. Уәзір дегеніміз, бұл премьер-министр деп балдар қалайды. Не түсіндіріс білесің бе? Бұл кісі қатты сұрқастанған, ауырған. Жәңгір хан енді барлық нәрсе қолынан келеді. Дүниеден барлық сол жақын маңайдағы емшілердің барлығын алып келеді. Бірақ ешқандай ол жерде оған жиреншеге ем қонбайды. Содан тілеуқабылды естіп, Өтебойдақ тілеуқабылды алдырады. Өтебойдақ тілеуқабыл келіп, жиреншеге ем домы жасап, оны емі қонып, жиренше құлан таза сауығып, жұмысына араласып кетеді. Содан кейін Жәңгір хан анау Жәнібек хан анау кімді Өтебойдақты қасына шақырып алып, осы біздің келешек ұрпағымыздың батыл болуына, дені сау ұрпақты дүниеге әкелу үшін біз не істеуіміз керек дейді. Сонда Өтебойдақ тілеуқабыл айтады, 8 атасына дейін қазаққа қыз алысып қыз беруге тыйым салу керек дейді. Оның барлық егжей-тегжейлеріменен туыстық қатынас, туыстық емес қатынастар қандай нәрселер болатындығын барлығын егжей-тегжей ханға түсіндіріп береді. Бірақ сол кезде хан енді өзінің айтқанымен жүргісі келді ма, әлде сол Шипагердің айтқан сөзін тікелей қабылдағысы келмейді ма? Бұл 7 атасына дейін қазаққа қыз алысып қыз беруге тыйым салады. Егер де кім туыстық қатынаса некелесетін болатын болса, онда ол өлімге бұйырылады деп сондай заң шығарады. Міне, бұл жердегі Өтебойдақ тілеуқабылдың айтқан несінің негізгі мәніне өмірге таза
қаны таза ұрпақ әкелу, біздің тектілігімізді сақтау. Міне. Тағы бір айта кететін нәрсе, біз биологияда балалар деп айтамын. Шешек деген ауру болған ертеде. Ол аурудың емі табылмаған. Соны Эдвард Дженнер деген ағылшын ғалым ашқан. Бірақ осыдан 320 жыл бұрын бұл шешек ауруының вакцинасын өтеубедақ Тілеуқабыл тапқан. Ресми түрде табылған. Міне, бұл біздің қазақтың, біздің ата-бабаларымыз қандай ақылды болған, қандай ғылымның түпкі нелер негіздеп соны негізге енгізген. Бірақ бұның барлығы бейресми түрде тек қана қазақ халқының арасында ғана қалған. Міне, мен осылай бұл генетика тақырыбына әрі қарай өтіп кетемін. Генетика жалпы 1900 жыл деп біздер Томас Морган деп кетеміз ба? Бірақ ол олай шын мәнінде бұл жерде балалардың патриоттық сезім пайда болып қалды. Әрі мына тақырыпқа деген бірден қызығушылық пайда болады. Біздің салт дәстүрімізді сақтайды. Ана отырған балдар жеті атасымен қыз алса қыз беріспеу керек. Ол негізгі мақсат бұл жерде дүниеге келетін ұрпақтың денсаулығы. Оның біздің тектілігіміздің сақталуы. Бұл жерде біз балаларды тек қана сабақ емес, сонымен бірге балаларды келешек өмірге дайындаймыз. Мен генетиканы осылай бастаймын. Содан кейін жалпы мынау 9 сыныпта өтесіңдер. Бұлшық деген тақырыпқа солай ма? Ал балалар, бұлшық бұл ненің белгісі? Бұлшық бұл сымбаттылықтың, адамның тұлғасының негізгі белгісі. Мына енді біздің қазақта малдас құрып отыру деген бар. Малдас құрып отырудың өзі бұл қандай мән мағынасы бар? Біздің салт дәстүрімізде осы ата-бабаларымыздың негізгі құндылықтарының бірін тастап кеткен. Бұл малдас құрып отыру. Біздің ата-бабамыз соны мынау дәрігердің енді бұрын, осы медицина ғылымынан да бұрын оны дәлелдеп кеткен. Себебі адам малдас құрып отырып тамақ ішкенде, бірінші оның тамағының сіңуінде мүмкіндік, асқазанның, ішек, қарынның, ас қорыту жүйелерінің дұрыс жұмыс жасауына мүмкіндік береді. Екіншіден, жүйке жүйесі жақсы демалады. Ал үшіншіден, малдас құрып отырып, бір табақта отырып, дөңгелеп отырып, отбасы болып отырып, тамақ ішу, отбасылық мәселелерді шешу, мұның барлығы сыйластыққа, бір-біріңізге деген құрметке келіп сайлау. Міне, мен осыдан кейін осы бұлшық туралы тақырыпқа әрі қарай тоқталып кетемін. Тақырыпқа кірместен бұрын мен осыны. Содан кейін 7-ші сыныпта біздер жануартану деген оқуды бастаймыз. 7-ші сыныпта өтеміз жалпы. Бұл кезде бұл тақырыпты бастамастан бұрын балалар, қазақта сөз бар. Мал жанының садақасы деген. Бұл неге айтылған? Сендер білесіңдер ма? Сонау 1932 жылда ұжымдастыру несі басталды. Осыған байланысты қудалану, бізде қазақтың халқы қудалануы, малдардың барлығы конфискалар жасау. Міне халық сол кезде малдан айырылып ашаршылыққа түсті. Сондықтан әрбір қазақ мал жанының садақасы деп, малды үлкен құрметтеген деп осы тақырыпты айтып, одан кейін осы тақырыпқа әрі қарай бастайды. Содан тағы бір не бар, енді көп сөйлеп кеттім, қысқартайыз. Тағы бір жақсы, мынау енді қажет жоқ. Өркен деген тақырыпты өтеміз біз. Өркен деген, бұл тақырыпты өткенде қалай бастар екен? Өркен.
дұрыс айтасың. Өркенің өссін. Балалар қазақта өркенің өссін деген сөз. Бол дағыл деген сөз. Өркенің өссін деген. Бол өсіндік өсіп тұрады. Солай ма? Бол жапырақ жайлар. Көбейдің. Тұқым дебердің көбейсін. Өнгейсін. Өскейсін деген мағынада өсіндік. Міне осылай қалып, осы тақырыпта дәл осылай бастайды. Ол не келгенде ұлттық құндылықтар міне осылай. Енді мына сіздерде өздеріңіз білесіңдер, біздің ақын жазушыларымыздың жазған өрмекші, құмырсқа және қарлығаш туралы жазған Алтынсариннің өзінің жазған несі бар, шығармасы, әңгімесі. Бір күні әкесі баласыменен келе жатқан екен. Баласы 9 жасында, 10 жасындағы бала жасында. Балам, анау жатқа, анау жүрген өрмекшіні көрдің ба дейді. Иә, папа, ате, көрдім. Өрмекші өрмек ауын тоқып жатыр деген. Жарайды, жақсы. Анау жерде жүрген құмырсқаны көрдің ба деді. Иә, әке, көрдім. Аузында бір бидайы бар, дән бар бидайдан. Соны алып жүгіріп бара жатыр деді. Анау ұшып жүрген қарлығашты көрдің ба деді. Иә, көрдім. Қарлығаштың аузында шөбі бар. Алып бара жатыр деді. Олай болса, балам, мұнда кел, отыр деді. Қасына отырғызып алып, өрмекші өрмек ауын құрып, сол өрмек ауға түскен шыбын шіркейлермен соны өзіне азық етеді. Құмырсқа аузына түскен бір бидайды алып, соны балаларына жеткізем деп қуанып, өзі жемей, балдарына жегізейін деп ініне жүгіріп бара жатыр. Қарлығаш ертең балалы болам. Балалы болғанда балдарым тоңып қалмасын деп соған ұя салып жатыр. Балам, көрдің ба дейді. Сен де уақытыңды бекер жібермей, еңбек етуің керек. Еңбек еткен мұратқа жетеді. Сол айтқандай, құрметті әріптестер, әрбіріміз күнделікті сабақтарымызға тыңғылықты дайындалып, құндылықтарды енгізіп, балаларға жақсы білім тәрбие берсек, онда біздің тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болып, білімді де білімді, беделді, білікті шәкірттерімізді көбейтуге өзіміздің үлестерімізді қосқан болайық. Қосамыз. Жалпы біздің мына мамандығымыз өте сауапты жұмыс. Себебі ол бірінші барлық жерде білімді. Сондықтан білімді болу ол біздің қолымызда. Міне осылай менің азған тәсілдерге сұрақтарыңыз болса, қосып алатын заттарыңыз болса